Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сын есім. Бүгінгі сабақта сөйлемнен сын есімді табасыңдар. Балалар, кестеден жасырынған сөздер тауып көріңдерші. Қанеки, ойланып көрейік. Жасырынған сөздер: көрікті, ала, қалың, қара және биік сөздері екен. Бұл сөздер қай сөзді болады? Дұрыс айтасыңдар, сын есім болады. Осы сөздерге тиісті зат есімдерді қосып, сөз тіркесін құрыңдаршы. Қане ойланып көрейік. Мысалы, көрікті қала, ала мысық, қалың орман, қара көйлек, биік ағаш. Жарайсыңдар балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Келесі мәтінді менімен бірге оқиық. Менің бабам Имаш орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы кісі болатын. Әкем Момынәлі сол шымыр шалдың 4-ші перзент екен. Оны жұрт Момыш деп кеткен. Әжемнің аты Қызтумас еді. Қартайғанда сары кемпір атанған. Жарықтық, аса ажарлы, ақ дидарлы кісі болатын. Енді осы мәтіннен сын есімдерді табайық. Қане ойланып көріңдер. Орта бойлы, орақ мұрын, от жанарлы, шымыр, сары, аса ажарлы, ақ дидарлы. Енді осы сын есімдердің дара немесе күрделі екенін анықтайық. Сын есім дара және күрделі болып, екіге бөлінетінін білесіңдер. Дара сын есім бір сөзден тұрады. Күрделі сын есім екі немесе одан да көп сөзден жасалады. Енді осы берілген сын есімдерді бірге оқиық. Күрделі сын есім орта бойлы, от жанарлы, аса ажарлы. Дара сын есім шымыр, сары, ақ дидарлы. Күрделі сын есім орақ мұрын, күрделі сын есім екен. Жарайсыңдар балалар, сендер де дұрыс тапты деп ойлаймын. Сабағымызды жалғастырамыз. Заттарды белгілері бойынша тауып көріңдер. Сопақ, қызыл, ащы не болуы мүмкін? Ойланып көріңдер. Дұрыс айтасыңдар, қызыл бұрыш. Келесі, жыртқыш, қу. Бұл түлкі екен. Ашық, жылы, суық. Бұл сөздер тобы нені сипаттап тұр? Қане ойланып көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар, ауа райын сипаттап тұр екен. Ал енді келесі сын есімдер тобына назар аударайық. Сұр, қорқақ. Бұл әрине қоян екен. Жарайсыңдар балалар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенімдімін. Енді осы сын есімдер мен зат есімдерді қатыстырып, сөйлем құрап көріңдер. Қанеки, уақыт кетті. Олай болса, менің нұсқамды оқып көрейік. Анам тамаққа қызыл бұрыш қосты. Түлкі жыртқыш аң. Бүгін ауа райы жылы болады. Сұр қоян қашты. Енді келесі тапсырмаға кезек берейік. Өлеңді оқып, жадқа жазыңдар. Ала таңнан тұрып ап, құба жонға барамын. Ақбоз атқа мініп ап, жұлдыз дайын ағамын. Өлеңнен сын есімдерді тауып, астын сызыңдар. Олардың қай заттың сынын білдіріп тұрғанын айтыңдар. Қанеки, сын есімдерді табайық. Ала, құба, ақбоз. Енді оның сипатын білдіріп тұрған ала таңнан, құба жонға және
Ақбоз ат екен. Мұндағы дарасын есім ала және құба. Ал ақбоз күрделі сын есім екен. Келесі мәтінді бірге оқиық. Күріш суды көп қажет етеді. Күріш дәні қатты қауызбен қапталған. Оны қауыздан тазартса, ақ күріш алынады. Одан дәмді палау пісіруге болады. Күріштің сабаны да пайдалы. Сабаннан жұқа әрі мықты қағаз жасайды. Сондай-ақ сапалы картон жасауға пайдаланады. Әдемі сөмке де тоқылады. Ендеше балалар, мәтіннен сын есімдерді тауып, байланысты зат есімдермен қоса теріп жазайық. Қанеки, қатты қауызбен, ақ күріш, дәмді палау, сабаны пайдалы, жұқа әрі мықты қағаз, сапалы картон, әдемі сөмке. Олай болса балалар, күріш туралы толығырақ білу үшін келесі бейнематериалға назар аударыңдар. Күріш дүние жүзіне кеңінен тараған дақылдың бірі. Ол көп тұтынылатын азық болғандықтан кей елдерде екінші нан аталып кеткен. Әлемде бұл дақылды 110-ға жуық мемлекет өсіреді екен. Күріш егіс көлемі жөнінен бидайдан кейін екінші, ал өнімділігі бойынша бірінші орын алады. Кебегі мал азығына пайдаланылса, ұсағынан спирт, крахмал алынып, парфюмерияда қолданылады. Сабаннан жоғары сортты қағаз, картон, жіп, қап, қалпақ, төсеніштермен тағы басқа да тұрмысқа қажетті заттар жасалынады. Сонымен қатар тұзданып, батпақтанған жерлерді жақсартуда күріштің агромелиоративтік маңызы зор. Кезінде күріш қазақтың даңқын асырған болатын. Қызылордалық 2 мәрте социалистік еңбек ері Ыбырай Жақаев 1947 жылы күріштің әр гектарынан 171 центнерден өнім алып, дүниежүзілік рекорд жасаған еді. Келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Заттың сынын білдіретін сөздер тобын тиісті сөздермен сәйкестендірейік. Қанеки, уақыт кетті. Олай болса, тексерейік. Ащы, тәтті, қышқыл бұл дәмін білдіреді екен. Сүйір, сопақ, домалақ пішінін білдіреді екен. Кіші, үлкен, ұзын көлемін білдіреді екен. Қызыл, қара, сары бұл әрине түсін білдіреді. Жарайсыңдар, сендердің де дұрыс тапқандарыңа сенемін. Енді көп нүктенің орнына зат есімге қатысты бірнеше сын есімді тауып жазыңдар. Ойланып көріңдер. Мысалы, лимон қандай? Қышқыл, сопақ және сары. Тамақ қандай? Дәмді, ыстық, пайдалы. Бөлме қандай? Жылы, кең, жарық. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сендер сөйлемнен сын есімді тауып, сөздерді дара және күрделі сын есімдерге ажыраттыңдар. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау